Отан соғысының жаңағы аяқталуына 80 жылдығы орай отан соғысының жаңағы соғыс ардагерлерінің ұрпақтарымен кездесу. Соған енді біз сол ұйғарып, сол сіздің шаңыраққа келіп отырған жағдайыңыз бар. Енді сол ол кісінің жаңағы дүниеге қай жылы келген, қай жылы соғысқа аттанып, соғыстан қай жылы оралған жайлы сондай сұхбат айта отырсаңыз. 1941-1945 жылдар аралығындағы сұрапыл ұлы отан соғысының жеңіспен аяқталғанына биыл 80 жыл бар. Енді бұл соғыстың сұрапыл дейтініміз сол, мынау Қазақстаннан 1.200.000 адам соғысқа аттанған. Ал солардың статистика бойынша 394 мыңы елге қайтты. Ал енді қайтқандарының өзі әртүрлі ауыр жарақаттармен мүгедек болып елге оралды. Мінекей халыққа тигізген соғыстың зардабы осы еді. Сондықтан да мен сөзімнің басында айтар едім, сол қан майданда елдің жаңағы бейбітшілігі үшін, елді жаңағы қорғау үшін күрескен әрбір жауынгерді мен хас батыр деп есептеймін. Шынында да олар қазіргі өте батыр адамдар еді. Енді біздің әкем Үмбет Тасқараұлы 1924 жылы Орал губерниясының, сол кезде осылай аталады, Гурьев уезінің 17-ші ауылында, қазіргі Елтай ауылы болып есептеледі, дүниеге келген. Ал соғысқа дейінгі отбасының жағдайына байланысты әкеміз 1940 жылы Дастурдағы фабрика заводтық колледжіне түседі. Ол колледжді 41 жылы өте жасы аяқтап, үздік аяқтайды да, мынау жаңағы Сарыздағы мұнай кен орнында бұрғышының көмекшісі болып қызмет көре бастады. Міне сөйтіп еңбек етіп жүргенде 1942 жылы Совет армиясының қатарына шақырылады. Армия қатарына шақырылғаннан кейін ол кісі Свердловск қаласында кіші командирлерді дайындайтын жаңағы курстан өтеді әуелі армияға барғаннан кейін, сонда сержант атағы алады. Содан кейін ол мынау 16-шы армияның 97-ші дивизиясының 316-шы атқыштар полкінде жаңағы майданға аттанады. Бұл енді батыс майдан ғой, атақты. Калинин, Смоленск жаңағы бағытындағы. Енді бұл соғыстың алғы шебінде болып әкеміз алғаш кезде жаңағы бөлімшенің командирінің, содан кейін взвод командирінің көмекші қызметін атқарады. Енді осы қан майданда соғыс кезінде өзі айтып отыратын талай жаңағы селоларды, сол сияқты атақты Духовщина жаңағы қаласын, сосын жаңағы керемет жаңағы сол кездегі негізгі деген жаңағы темір жол тораптарын немістен жаңағы жаулардан алып айдап шыққан сол жерде соғыста. Осыдан кейін әкеміздің үлкен бір жаңағы қан майданы бұл Смоленск қаласын азат етіп өтті. Міне осы Смоленск қаласын азат ету кезінде әкеміз бұл 43 жылдың күзі еді. Сол кезде әкеміз бір қолы, бір аяғынан ауыр жарақаттанды. Смоленскіні қорғауда. Сөйтіп жаңағы госпиталға түсіп, Калининдегі госпиталға дейін ұмытпасам. Өзі айтып отыратын жарақаттың өте ауырлығы сонша, мен бұл жарақаттан шыға аламын ба, шыға алмайын ба деп ой болған. Бірақ жаңағы сол кездегі өзі айтады, дәрігерлердің өте бір жаңағы кереметтігі сол, өте ауыр жараны жаңағы қалыпқа келтіріп, екінші мүгедек болып 1944 жылы елге оралады. Енді елге оралғаннан кейін әкеміз әртүрлі жұмыстар жасайды. Бірінші жаңағы социализм колхозының жаңағы секретары болады, одан кейін есепшісі болады, одан кейін бірнеше жыл жаңағы ферма меңгерушісі болып істейді, одан кейін Махамбет атындағы колхозда бас есепші болып істеген, одан кейін ол кезде енді ауыстыра береді ғой былай, ол кезде Индердегі номер 11-ші автобаза деген болған сол кезде соның бас есепшісі болады. Сөйтіп жаңағы 1963 жылы ол кезде енді совхоз Амангелді совхозы болып бізде сонда бас есепші болып ауыстырылады. Сөйтіп 1983 жылға дейін осы Амангелді атындағы совхозда бас есепші болып жаңағы жұмыс жасады, зейнеткерлік шыққанға дейін. Енді зейнеткерлік осы бас есепші болып жүрген кезде әкеміз жаңағы Амангелді атындағы совхоздың экономикасын дамытуда, мәдениетін дамытуда зор рөл атқарды. Сонымен қоса мына ауылдың жалпы тынысынан бірде-бір күн тысқарып қалған жоқ. Оған енді ақиқат айтайын, жергілікті советтің 6 шақыруында депутат болды. Сол сияқты бірнеше жыл сол кездегі Владимир Ильич Ленин атындағы орта мектеп қой енді. Сонда ата-аналар комитетінің төрағасы болды. Сол кезде жаңағы совет деп аталып, жергілікті советтің және кәсіподақтар комитетінің жанындағы жолдастық соттың төрағасы болды. Міне осындай бір керемет қоғамдық жұмыстарды атқарды.
осылардың барлығында да жаңағы жолдастық сотта да, ата-аналар комитетінде де, басқа да жаңағы жерлерде әрине көптеген мәселелерді шешуге атсалысты әкеміз. Енді осы жерде мен баса айта кетейін, ел үшін жасаған қызметінің ішінде мынау сол кездегі Владимир Ильич Ленин атындағы орта мектепке мынау сол мектептің негізін салған Қазақстанның еңбек сіңірген мұғалімі, еңбек қызыл ту орденінің иегері Мұханғазы Сирановтың атағын беруде әкем көп жұмыс жасады. Ол туралы көптеген мақалалар жазды. Ал мына қапқысының ішінде сол мақалалар бар барлығы. Сол мақалаларын аудандық, облыстық, республикалық газеттерге жариялады. Ал сонымен қоса жаңағы мақалаларды жариялап қоймай, сол кездегі премьер-министрдің жаңағы көмекшісі Иманғали Тасмағамбетовке және ұлттық комитеттің төрағасының бірінші орынбасары Оразалиновке хат жазған. Мінекей осылай артына түсіп, әкеміз осы істі түбіне дейін жеткізіп, Ленин атындағы орта мектепке Сиранов есімін беруді үлкен зор еңбек сіңірді. Енді бұл сөзімді дәлелдейтін документ бар. Оразалиновтен келген кәдімгі оригинал хаты бар. Сіздің сұрауыңыз бойынша Ленин атындағы орта мектепке Мұханғазы Сирановтың есімі беріліп, бұйрығы мынандай күні шығады деген, ол ана папканың ішінде түсірем десеңіздер түсіріп алыңыздар тұр. Міне әкеміздің еңбегі осындай еді келген. Енді әкеміздің айта берсе көптеген керемет қасиеттері бар еді. Оның құрдас жаңағы жолдастар айтып отыратын әкеміздің құймақұлақтығы, өте бір шежірешілдігі, оның әншілігі, оның жазғыштығы, оның мына тілшілігі, осындай бір керемет қасиеттер әкемізде шынында да бойында тұнып тұр еді. Әкеміз мына Индер газетінің штаттан тыс тілшісі болды. Көптеген мақалалар жазды. Аяқталған ана папкада тұр. Ал енді осы мақалалар не жөнінде дейтін болсақ, мақалалар негізінен ауылдың тарихы туралы. Сол кезде осы ауылдың негізін қалаған адамдар, сол кезде ауылда жер-жерде жұмыс жасаған бірінші алғашқы адамдар, еңбеккерлер туралы, солардың еңбектері туралы көп жазылған. Сонымен қатар енді жаңа тәрбиеге байланысты, жалпы кейбір ауылдағы проблемаларға байланысты көптеген мақалалар жазылған. Міне осындай мақалалардың жаңағы негізінде осы әкеміздің істеген ісінің барлығын біз жинақтап, қалпында қалған ұрпақтары біздер абыздардың тұяғы асыл әке деген кітаптан жерде қызын түсіріп аларсың, кітап шығардық. Бұл кітаптың ішінде қаншама тәрбие жатыр меніңше, қаншама тарих жатыр, қаншама ғұмыр жатыр, қаншама тағдыр жатыр. Шынында да осы кітапты тұшына оқып отыратын болса, әрбір адам шынында да керемет жаңағы дүниелерге көз жеткізер еді. Біздің ауылымыздың барлық тарихы осының көз алдынан өтер еді. Мінекей әкеміздің жасаған істеріне жазылған бұл кітап біздің әкеміздің біздің артындағы ұрпақтарға тастаған негізгі бір ісі, үлкен ісі, тәрбие боларлық біздер үшін үлкен бір жаңағы қасиетті кітап болды біздер үшін. Енді әкеміз осы еңбектерінің негізінде көптеген наградаларға ие болды. Оның ішінде ұлы отан соғысы, бірінші дәрежелі ұлы отан соғысының ордені бар, Жуков ордені бар, майдандағы жаңағы қажырлы еңбек үшін жаңағы медалы бар, еңбектегі қажырлы еңбек үшін медалы бар, еңбек ардагері медалы бар, және жаңағы жеңістің 30 жылдағы, 40 жылдағы, 50 жылдағы, ұлы армияның 70 жылдағы тағы көптеген медалдармен жаңағы наградталған әкеміз. Ал оның барлығын дәлелдейтін жаңағы удостоверение куәлігі дейді ғой, куәлігі бәрі ана жерде тұр. Түгел жаңағы оны жинақтадық. Енді кейбір наградалары мынау өзі әкеміздің киіп жүрген жаңағы сол кездегі пенжагы, ал осыны осылай қойдық, міне кейбіреулерінде осындай ілініп тұр. Енді әкеміздің жаңағы осы еңбектері игеріліп, Индер ауданының құрметті азамат деген атақ алды әкеміз. Мінекей әкеміздің өмір жолы міне осылай сабақтала берді. Ал біз үшін, жалпы ел үшін, жалпы жастар үшін үлкен тәрбие деп ойлаймын. Мына ауданымыздағы 3 папка жатыр. Осы папкада қазір мен таныстырып өтейін. Үмбет Асқарин Асқарауыл дейді, мінекей суретімен, мінекей ауыл тарихын зерттеуші. Ал мына жерде өзінің жаңағы сызып беріп кеткен жаңағы аталары, шет аталары. Мына жерде әкеміздің өмірбаяны, мінекей бұның бәрін жинақтаған мен. Ал мына жерде марапаттары, марапаттары. Енді мына жерде жазып қойдым. Үмбет Асқариннің өнегелі өмір туралы баспа беттерінде жарияланған материалдар. Мынаның ішінде мінекей жаңағы әкеміз туралы жазылған көптеген жаңағы әкеміз, тек қана әкеміз туралы материалдар. Мінекей осының барлығы осыған құрылған. Өлеңдері бар, мінекей шығарылған ақындардың әкемізге арнаған. Міне осы папкада осы жинақталған.
енді жаңағы мынау екінші папкіде жаңа айттым ғой, керемет көптеген мақалалар жазған деп. Мінекей бұнда да бірінші бетіне әкеміздің жаңағы суретін. Енді міне осыдан кейін мінекей әкеміздің бүкіл осы папканың ішінде жаңағы баяндамалары, мақалалары жинақталған. Міне қараңызшы, енді мына жерде мен бірінші Мұқанғазыдан бастап алған ауыл деген үлкен мақаласы бар, керемет. Мына жақта да бір мінекей арты. Ал енді осы мақаланы оқитын болсақ, біздің ауылдың жаңағы тарихы біздің көз алдымыздан өтеді, аңсастыр. Мінекей. Ал одан кейін мінекей соқадан алып тракторға дейін деген керемет мақаласы бар. Ал бұл кезде мінекей соқа кезінде жер жыртқан соқадан тракторға дейінгі қалай дамыды ауыл, кімдер алғашқы тракторды меңгерді. Мінекей осындай керемет мінекей. Өнегелі аға өткен жол. Мен жаңа айттым ғой, сержант туралы мақала. Міне осылай кете береді. Мынаның ішінде бүкіл сол кезде еңбек еткен ағаларымыздың, апаларымыздың, аталарымыз ғой енді әжелеріміздің есімдері барлығы жазылған. Мынаны оқи берсек, түрлі жаңағы тақырыптарда жазылғандығын көреміз. Үлкен проблемалар да бар. Мынау қиын мақалалар. Енді мына папкіде мінекей әкеміздің қолжазған баяндамалары жерде жасаған. Мен қимадым, осылай папкіге жинап қойдым. Мынау жаңағы совхоз кезінде мінекей баянда өзінің жаңағы жазған жазбалар, өзінің қолымен әртүрлі жиналыстарда жасаған баяндамалары, ой пікірлері, жаңағы түрлі мектептің 40 жылдығында жасаған баяндамасы, түрлі мінекей өзінің қолымен жасалған кәдімгі сол кездегі оригинал. Сондықтан да енді осы баяндамаларды ойлаймын мен, осы баяндамаларды оқып отырған кезде сол кездегі колхоздың, сол кездегі совхоздың экономикасы көрініп тұр. Қанша мал болды, қаншалықты жаңағы жемшөп дайындалды, міне осындай қаншалықты жаңағы жетістіктер болды, осының барлығы мынаның ішінде баяндалған. Ал енді жаңа сөзімде айттым, мінекей осылардың барлығын біз жаңағы кейінгі ұрпақтар біріктіріп әкеміздің еңбегін міне абыздардың тұяғы асыл әке деген кітапты шығардық. Ал бұл кітап енді бір керемет кітап. Ал жаңа айттым ғой, мынаның ішінде үлкен бір тағдыр, өнеге, тәрбие жатыр. Оқитын мінекей енді әкеміздің суреті бар, алғы мына жерде Сіңірген Гүлжиһанның шығарған өлеңі бар, одан кейінгі мына жерде алғы сөз бар. Ал одан ары қарай мінекей әкеміздің ғұмырнамасы, ата бабалары туралы, содан кейін түрлі құрдастары туралы мақалалары бәрі осының ішінде. Ауылдың тарихын, бұл тек қана жұрттар кітап шығарады ғой, тек ғұмырнамаға арналған. Бірақ бұл тек ғұмырнама емес, бұның ішінде үлкен бір тарих жатыр. Үлкен бір жол жатыр, үлкен бір тағдыр жатыр. 9 мамыр күні біз жеңіс күнін тойлаймыз, жеңістің 80 жылдығы. Ал бұл күн қандай күн? Бұл күн мынау сонау жаңа мен айтып отырған қан майданда қанын төккен әрбір ардагерді, әрбір жауынгерді еске алатын күн. Ал бұл күн мынау тылда осы жеңісті жақындатқан, жаңағы тылда еңбек еткен еңбеккерлерді жаңағы олардың еңбегін еске алатын күн. Ал бұл күн 9 мамыр жаңағы жауынгерлерге тағзым ететін күн. Ал ең бастысы бұл күн мынау кейінгі ұрпақ жастарға жаңағы патриоттық тәрбие беретін күн. Мен ойлаймын, жаңағы осы тарихта сіңіп қалмай, осы соғыстың тарихы, сол кезде жаңағы қан майданда шайқасқан ардагерлердің, мынау тылда еңбек еткен еңбеккерлердің еңбегін үнемі зерттеліп, жастарға айтыла беру керек. Керек оқып, олар өздерінің отанға деген, жаңағы елге деген патриоттық сезімін ояту керек. Елді қорғайтын өздері жастар. Сондықтан да жастарға мен осыны айтар едім. 9 мамыр жеңіс күні құтты болсын бәрімізге де. Елімізге жалпы бақыт тілеймін, тыныштық тілеймін. Енді әлемде бұндай қырғын соғыс болмасын.